Сәлем достар, бүгін жексенбі, үлкен әпкем екеуміз орталық базарға келдік. Көптен бері келіп тұрғанымыз. Мына ғимараттың салынғанына қателеспесем 4-5 жылдай болып қалды. Міне әпкем мені күтіп тұр. Егер сіздер ішінде болмасаңыздар, мен шамалы көрсетіп, таныстырып жіберейін. Әрине іші өте кең, бутик деген толып жатыр. Аяқ киім, киім-кешек, балаларға арналған киімдер, ойыншықтар, ыдыстар, не керектің бәрі бар. Білмей тұрмын мен. Қалай? Әрине бұл жерде киімдер сыртта, базарда сатылатын киім емес, арнайы бутикте сатылатын киім болғандықтан сапасы жақсы, бағасы да аса қымбат емес. Мысалы, мына күрте маған ұнап қалды, қараңыздар, бағасы 12.000 теңге. Мынау Кари дүкенінің аяқ киімдері таза теріден жасалған екен. Мінеке бағасы 26.900 теңге, 35.000 теңге. Қалай ойлайсыздар? Қымбат па, арзан ба? Жазып кетіңіздер. Кожаный сатпаушы еді ғой бұрын. Я не замечала. Кожаная мягкая обувь. Шуба. Жермана. Сандра. Это искусственная шуба. Коротенькая шуба 20 тысяч. $55. Пальто. Спортивка. Екінші этаж. Біз бірінші этажда жүрміз әлі. Вот здесь фонтан, можно сидеть, джинсы. Түрлі. Вот идем в Сенсей. На втором этаже. Ой, не падайте. Куда птасы? Ой, бай. $3000 шорты. Ой, какой большой. Сейчас пойдем в детский отдел. Джинсы. $6. Отырысың Бірақ ала бересің, да? Подушечки. Это домашние вещи, предметы, детские. Наводи мне вообще. Ұнап тұр ма? Алдың десе ал. Алдың келсе ал. Подаркке біреуге. Ну хорошо. 2000-ды бермейсің ғой подарок. Не? Ну да. Қаншадан? 2000 қанша дедім? 2600. Ал. $1990.
выходим на улицу, далаға шығып келе. Жүр, Амука. Бұрын сыртында адам көп болатын. Редеют. Сейчас адам. Бассейн отсюда вот Иә. Он постоянно бассейн отсюда. Луи Виттон, Дольче Габбана, Адидас. Куртки, дубленки, шубы. Вот. Куртки. Как сверкает. Шапаны. Қазақы, нақыштағы киімдер. Мына ішінде де бар әдемілер, Амука. Ұлттық нақыштағы киімдер. Мына костюмчик ұнап қалды. А мынау қанша? 5 мың. 5 мың. Сырмалы. Қырғыздар тіккен. Не, Жанар, қара. Не хочешь вот эту? Нет, я вот эту хочу. Өзіңе мынаған ал. Мынаны алатын болдым. Цвет ұнап қалды. Неге күшті костюмымды киіп алып, әпкемді. Смак деген дәмханаға келе жатырмын. Бұл шашлычный. Көңілге қалай. Шашлык алдық. Бірақ с собой заберем. Весь шашлык. Да, она күшті. Вот это хлеб идет. С луком идет. Вообще вкус обалденный. Жұмсақ. Класс. Здесь такой вот кафешка. Сала бераха. Тишина. Бұрын қайнап ататын, қараңыздар, қаншама контейнерлер бос тұр. Сдаем в аренду, дейді. Сдаем в аренду. Бос тұр. Неге бос тұр? Адамдар неге аз келеді? Көбісі қазір киімді дүкеннен алады. Міне қайттан қазір маркетке кіреміз. Міне жазылып тұр. Централ маркет. Қайттан осында кіреміз. Алаш көшесіне шығамыз. Автобусқа отырып үйге кетеміз. Бұрын қайнап жататын базар. Қазір бос. Бұрын өзімізде жиі келуші қоя. Демалыс болса базарға келетінбіз. Кар жарты жылда бір келеміз. Шашлык жеуге ғана. Киімдеріміз. Я шашлык айтпақшы 2500 теңге тұрады. Сен хочешь сырттан шығып, алтыны көчек па?